Ауғанстан мен Пәкістанда қуатты жер сілкінісінен кейінгі іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасуда. Табиғи апаттың соңы талай аймақтардағы селге ұласып, жүздеген үйлер қирады, ал елді мекендермен байланыс үзілген. Соңғы мәліметтер бойынша Ауғанстанда кем дегенде 115 адам, Пәкістанда 270-тен астам адам қайтыс болып, мыңдаған адам зардап шекті. Құрбандар саны әлі де өсе түсуі мүмкін. Дүйсенбі күні болған 7,5 баллық жер дүмпуінің орталығы ауғандық Фейзабада қаласынан 80 шақырым жерде орналасқан. Шекаралас Пәкістанды Хайбер Пахтунхава провинциясына да үлкен шығын келді. Ауғанстандағы Тахар провинциясында қираған мектеп қабырғасының астында 10 оқушы қайтыс болды. Бұл аймақтағы ең күшті жер дүмпуі осыдан 10 жыл бұрын орын алған еді. Ол кезде 80 мың адам табиғат апатының құрбаны болды. Түркиялық арнайы қызмет ислам мемлекеті тобына қатысты болуы мүмкін деген 65 адамды тұтқынға алды. Түркиялық Хабертюрк арнасының хабарлауынша 21 адам Стамбулда қамауға алынған. Олардың 7-і балалар. Ұсталғандар өз беттерінше ғибадатхана салып, имамдарын тағайындаған. Қазір олар түсініктеме беру үшін полицияға жеткізілді. Тура осында рейдтер Коня және Коджели қаласында жүргізіліп, ислам мемлекеті террорлық тобына қатысы бар деген күдікпен 44 адам ұсталды. Айта кетейік, бұған дейін түркиялық полиция Диярбакыр қаласындағы исламдық террористермен атысқан еді. 2 полиция қызметкері қайтыс болып, 7 топ мүшесінің көзі жойылды. 2017 жылдан бастап Еуроодақ тұрғындары үшін мобильді роуминг кері шегеріледі. Яғни олар одақтағы кез келген елге барса да мобильді байланыс пен интернет үшін тек өз үйіндегідей ақша төлейтін болады. Роумингті кері шегеру туралы келісімге маусым айында қол қойылған, ал енді Еуропарламент депутаттары толыққанды рұқсат берді. Роумингті алып тастау туралы идеяны сынаушылар мобильді байланыс операторлары шығынның орнын толтыру үшін қызмет бағасын арттыра түседі деп есептейді. Осы арқылы шетелге шықпағандар да артық төлеуге мәжбүр болады дейді олар. Сондай-ақ Еуроодақ қабылдаған жаңа заңда интернет пайдаланатын кәмелеттік жасқа толған қолданушыларға барлық ресурстарға кіруге бірдей мүмкіндік беретін баптар да бар. Заң интернет-провайдерлерге өз қалаулары бойынша қандай да бір ресурсқа немесе қолданушыға қатысты интернет трафикті шектеуге тыйым салады.